Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өздеріңізбен өзімнің күнделікті жасайтын бауырсақтың рецептімен бөліскелі жатырмын. Бір жасағаннан шығатын өте дәмді әрі жұмсақ бауырсақты бірге әзірлейік. Бізге алдымен жылы сүт керек, жылы су керек. Негізі менде сүтім салқын болғандықтан мен ыстық суды құйдым. Сонда менде жылы сүт пен жылы су болды, және бөлме температурасындағы сары майды қостым. Бір ас қасық жаңағы қант салдым, және тұз, құрғақ ашытқымызды салып, осылай жақсылап араластырамыз. Илегіштен алдын ала иленген ұнымды салып, бастапқыда жаңағы венчикпен жақсылап араластырам. Одан соң барып қолмен қамыр илеймін. Біздегі қамыр қолға сәл осылай жабыстыру керек. Бетін жауып, қамырымыз көтерілгенше 1,5-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Менде мұнда 2 сағаттай уақыт өтті. Қамырым осылай үлкен болып көтерілді. Сұйық майдың көмегімен қамырымды бір қайтарып, екіге бөлдім. Егер сұйық майды қаламасаңыздар, ұнмен де осылай жайып жайсаңыздар болады. Қалауларынша түрлі пішінде кессеңіздер болады. Болмаса менікінде арнайы шеңбер етіп формамен ойып алсаңыздар болады. Мен осылай бір шетке қойдым, және осының бетінен жаңағы қамырымыз қайысып қалмас үшін майым қызғанша бетін пищевая пленкамен жауып қойдым. Майымызды алдын ала қатты қыздырып аламыз. Одан соң барып орташа отта осылай бауырсақтарымызды салып, үсті астына қызарғанша аунатып пісіріп аламыз. Осымен біздің бауырсақтарымыз пісті. Достар, егер менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен алғысымды айтамын. Сіздермен болған дәмді астарыңыз дәмді болсын.